Сәлем, өзіңізге болашақ жар таңдап жүрген болсаңыз, іздеп жүрген болсаңыз, бұл видеоны міндетті түрде қараңыз, сізге өте пайдалы болады бұйырса. Қараңыздар, кім үйленгісі келіп жүр, сіздер бәлкім қате жоспармен жүрген шығарсыздар да. Мысалы, көп адамда романтика киноларын қарайды, мелодрама қарайды, сериал қарайды да, ойларында қате пікір қалыптасады. Яғни, мысалы, мен болашақ жарымды ертең бір кездестіріп қалам, бір случайно бір күшті сондай жармен кездесіп қалам деп сөйтіп ойлайды да. Негізінде олай болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда просто так алдына қоя қоймайды да Алла тағала болашақ жарыңды, идеальный жарыңды. Сен іс-әрекет жасау керексің да. Енді қараңыздар, мына қыздар және ұлдарда бір қызық, просто мысалмен сіздерге түсіндіріп берейін. Маған кезінде Бек деген досым айтқан еді, соны прям сразу я запомнил, өйткені өте түсінікті болды да. Бек, сәлем, если что, видеоны көріп отырсаң. Қараңыздар, қыздар, мысалы, бұл қыздар деп алайық, үш топқа бөлінеді да, мысалы. Ұлдар тоже үш топқа бөлінеді деп алайық та, мысалы. Енді тек қана үш топ деген нәрсе жоқ, примерно просто шамалап айтатын. Мысалы, мына жоғарыдағы бірінші категория ол ең керемет, мысалы, жандарда, яғни ішкі адамгершілігі жағынан өте керемет, имандылығы жағынан, тәрбиесі де керемет, білімі де керемет, келбеті де керемет, барлық жағынан керемет. Қазір мода ғой, 10-нан 10 дей ма? 10 дейік та, жақсы. Просто 10 дейік. 10 дейік. Бірақ қате ойлап қалмаңыздар. Просто мен шамалап, мысал болу үшін, түсінікті болу үшін естіп жасап жатырмын. Мен негізінде адамдарды өйтіп бөлуге болмайды да негізінде. И ортасында орташа адамдарда, орташа барлығы жағынан жақсы, былай-былай. Бірақ бірінші категорияға жатпайды да. И онша еместері бар да, мысалы. И тап сондай еркектерде сондай бар. Мықты еркектер бар, барлық жағынан жақсы, сосын орташасы бар, сосын онша еместері бар да. И сіздерге бір қызық айтайын. Қараңыздар, мына қыздардың ішінен, мысалы, сіз қандай категория қыз қалайсыз да, мысалы. Әрине, сіз 10-ды қалайсыз да, дұрыс па? Бәрі сондай. Бірақ сізге бір қызық айтайын, мына орташа адамдар тоже сол 10-ды қалайды да. Дұрыс па? Ешкім онша еместі қаламайды, барлығы жақсыны қалайды да. Сен 2 болсаң да, 5 болсаң да, 10 болсаң да, 10-ды қалап тұрасың. И қыздар тоже самое. Қыздар тоже, мысалы, ең жақсыларын қалайды, орташалары тоже ең жақсысын қалайды. И үшінші категориялар тоже ең жақсысын қалайды. Бірақ олай өмірде болмайды, дұрыс па? Бәріміз жақсысын қалаймыз, бірақ Алла тағала бізге сөйтіп өзімізге тең адамды кездестіреді да. Вот соны түсінуіміз керек бізге. Қиялдап, мен деген бір күні маған күшті бір әйел кездеседі деген ол дұрыс емес. Сіз өзіңізді мына 10-ға жату үшін еңбектенуіңіз керек. То есть 10-ға жату сізге мақсат болу керек та, түсініп тұрсыз ғой да. Мысалы, сіз максимально 10 адам болуға тырысыңыз, сол кезде сізде максимально 10 жар бұйырады да, түсініңіз ғой да. То есть сіз қолдан келгенше 10 жоғары категорияға жатуға тырысуыңыз керек. Яғни тағы да айтам, мен адамдар бөліп жатқан жоқпын, категория. Просто сен тырыссаң жақсы болуға, Алла тағала да соны көреді да. Мына адам тырысып жатыр екен ғой, еңбектеніп жатыр. Соған қарай жақсы жарды бұйырады да. Бірақ сен ерініп, ешнәрсе істемей, жата берсең, бұрынғы қалпында, дымданмай, наоборот, регресс жасап істеп жатсаң, онда Алла тағала саған керемет бір жарды нәсіп етеді да. Кейде болады жағдай, адам онша емес болса да, оған керемет бір жар нәсіп етіп отырады да. Ол редкий жағдайлар, бірақ ондай семья бақытты ма, бақытты емес па, ол екі талай да ол. Сондықтан осы заңдылықты түсінейік, реально объективно ойланайық, қиялы емес, шын өмірде осындай болады да. Мен просто байқағаным. Сізге бір супер мега эксперт ретінде айтып тұрған жоқпын, просто өзім тәжірибемен
сізбен бөлісіп жатырмын. Інілеріме арналған, қарындастарыма арналған бұл видео. Андай негативпен қабылдамаңыздар, максимально осылай ағалық кеңесімді айтқым келді бұл видеода. Сондықтан осы 3 категорияны ұмытпаңыздар. Даже қалай айтсам екен, в общем, түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбесеңіз жазыңыздар төменде комментарий, мен жауап беруге тырысамын, сізге пайдалы болуға тырысамын. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыз.